ең басты ұлтқа қызмет дегеннің өзінде тарихтың тереңіне қарай үңілген дұрыс қой. Әрбір адамның бойына, тегіне, тамырынан берілген тәлім мен тәрбиеден осы тектен тарайтын өзінің ұлтыңа қызметті ұлт көсемі Әлихан Бөкейханұлы ұлтқа қызмет білімнен емес, мінезден деп көрсетеді. Ал енді осы мінез арқылы қалай ұлтқа қызмет жасаймыз деген кезде адамның ерік жігері, қайраты, немесе абайша сөйлейтін болсақ, ақыл, қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек дейді. Толық болған кезде ақылыңа, қайратың, оған сенің жүрегіңдегі мейірім, иба, иман барлығы біріккен кезде ғана сен мінез деген мына жүректің сыртына ұстайтын қалып бар деп тағы абай өзінің әрбір қара сөздерінде де кездеседі. Сондықтан мінез арқылы ұлтқа қызмет жасау бұл бүгінгі күнде де, бұған дейін тарихта да өзінің көрінісін беріп келген және болашақта да бере береді. Кез келген адам ұлтқа қызмет етуін өзінің ерік жігеріне және өзінің тамырына байланысты. Мен осылай түсінемін ұлтқа қызметті. Бүгінгі күндегі жастардың әрбір дәуір, әрбір кезеңдегі бірімен бірін салыстырып қарау қажет емес шығар деп ойлаймын. Әрбір кезеңде өзіңнің жастардың бойына сіңіретін мінезіңді өзгеріске ұшырап отырады. Егерде тереңдеп, өңіліп, бағдарлап, зерделеп қарайтын болсаң. Жалпы ұлтымыздың 14 жас пен 29 жас арасындағы жастар деп өзі былай қарастыратын болсақ, бұл халқымыздың қазір 6 миллионнан артық сан құрайды жастар. Сонда ол осы жастардың бойына қандай мінезді сіңіру керектігі жөнінде ең бастысы адамға мейірім деген, қарапайымдылық дегеннің қажет екенін көріп жүрміз. Ол өзі қай кезде де адам баласының бойында қажет ең басты құндылық ретінде. Осы бір қарапайымдылық болған жерде барлық ұлтқа қызметте, иманда, адамгершілікте, адам бойында болу керек қандай құндылық, соның барлығы осы қарапайымдылықтан басталады. Сондықтан осы бір қарапайымдылыққа келуіміз керек. Қарапайымдылық ол білім, сенің осы көзқарасың, сонымен қоса кез келген адаммен қарым-қатынаста да көрініп тұратын көріністердің бірі, әрине сен рухани тұрғыда жаның бай болатын болса, онда сен қарапайым боласың. Сондықтан қарапайым жастарымыз көбейген сайын, мінезін қарапайымдылық бойлау үшін біз жастардың бойына барлық рухани ілім білімді сіңіруіміз керек. Тәлім, тәрбиенің барлығы. Тәуелсіздік деген ұғым кең ғой. Оны кім қалай түсінеді? Әркім өз өресі, өз деңгейіне байланысты түсінеді. Соның ішінде сананың тәуелсіздігі деген тәуелсіздік бар да. Бұл қазір біз қарасақ, ең бірінші осы еліміз өзінің тәуелсіздігін жариялағаннан бері қарай 30 жыл қазір уақыттың ішінде санап шығатын болсақ, ол таңға ұрып айтуға болады. Жасалған жетістіктер, қол жеткізген дүниелерді. Ал енді сол тәуелсіздіктің ішкі мазмұнына үңіліп барып, біз саяси тәуелсіздікті алып, енді сананың тәуелсіздігіне қарай аяқ басу деген дүниеге келген кезде, біз кішкене кібіртікте қалатын кездеріміз әбден болады. Тәуелсіздік ең біріншіден өзіңнің шекараңды шегендегеннен бастап, тілдің мәртебесінен, өзіңнің барлық ұлттың, осы қазақ елінің рәміздерінің барлығын бекіту, осының барлығын бекітіп, астанамыз әкеле беруімізге болады. Білім саласының өзінде болып жатқан жалпы әлемге қазақ елін танытып берген, танытқанда
мәртебесінің биік екендігінің, бейбіт ел екендігінің, бейбітшіліктің бір символы ретінде, немесе мынау ядролық қарудан бас тартатын ел ретінде Астана қаламыздың бейбітшілік қаласы болып атануының өзі, бұның барлығы былай қарап отырсаң әлем алдында, әлем жұртшылығы алдындағы еліміздің өзіндік бір орны, биігі қазіргі шыққан, оның барлығы тәуелсіздіктің арқасында. Ал ендігі алдағы уақыттағы біздердің мойнымыздағы үлкен парыз, әрбір ұлтым деп жүрегі соғатын кез келген азаматтың біз саяси сана тәуелсіздігіне қарай қарқындап аяқ басуымыз қажет деп ойлаймын.